Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушыларының бірі болып табыламын. Бұл видеода мен сіздерге мақсатыңа жет деп аталатын курс не үшін, кімдерге арналған, ол жақта біз не оқытамыз деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламын. Сіз бұны қазір естіп отырып бірден ойлауыңыз мүмкін, Қазір өзі бір тренерлер көбейіп кетті, оратор, спикерлер көбейіп кетті, неше түрлі бір курстары бар, енді сол мақсатқа жету туралы курс қалыпты, Мүмкін сіздің ойыңыз осындай шығар. Шын мәнісінде, қайбір адамның мақсаты жоқ, немесе қайбір адам өзінің мақсатына жету үшін белгілі бір қадамдар немесе бір талпынысы жоқ. Әрине барлығында бар, Онда не үшін бұл курс қажет жалпы? Бірақ өкінішке орай, көптеген біз курс жасау барысында өте жиі кездесетін қателіктердің бірі бұл адамдардың мақсатының айқын болмауында. Яғни, қай кезде де мысал ретінде не үшін курсқа жазылдыңыз, мақсатыңыз қандай деген сұрақтың өзіне жауап беруге адамдар қатты қиналып жатады. Енді бұл курс аясында ғана болса, жалпы өмірге келгенде мақсат нағыз сіздікі ме? Жалпы мақсатыңыз дұрыс қойылған ба, айқын ба? Ол мақсатыңыз сізге жетуге қандай қадамдар жасау керек? Осы сұрақтарға жауапты кім біле береді? Көп жағдайда оның барлығы бір түсініксіз, Сол себепті де бұл курс мақсатты айқын қоюға, оны дұрыс қоюға, және де тек қана қойып қоймай, ол мақсат нағыз сіздікі екенін айқындап, және сол мақсатқа жету жолында қандай қадамдар жасау керек, соның барлығын қамтитын болады. Және бір ерекшелігі, бұл тек қана бір теория жүзінде немесе бір оқылған мақалаларға ғана емес, бұл ең басында ғылыми тұрғыдан техникалық әдістермен жалпы біздің миымыздың ойлау жүйесіне де байланыстырып жасалынған курс. Мақсат ол біздің өміріміздің үлкен бір кезеңі деп айтсақ та болады. Бірақ мақсат әртүрлі адамда ол әртүрлі уақытқа да қою мүмкін, Яғни бір күндік мақсаттар болады, апталық мақсат, жылдық немесе өмірлік мақсат та болып жатады. Дегенмен көп адамдардың тағы да бір мәселесі немесе қателігі деп те айтсақ болады, адамдар әртүрлі өзінің күнделікті жасап жүрген іс әрекеттерін өзінің мақсатымен шатастырып жатады, Яғни мақсатпен жасап жатқан іс әрекетінің айырмашылығы неде, немесе мақсатпен арманның айырмашылығы неде, және де сол істердің көп болып, мақсатым көп деген секілді бір ой жүргендіктен олар өзінің бағыт-бағдарын жоғалтып алады, Яғни өміріндегі әрбір сала бойынша бір мақсаттары бола тұра, осы мақсаттың көптігінен қайсы оған маңызды екен, және қай бағытта ары қарай дамып, қадамдар жасау керекенін білмегендіктен де көп адамдар алғашқы қадам жасамай, көп жағдайда бір орнынан өспей тұрады. Сол себепті де көптеген мақсаттың өзі ол өмірлік мәнісі бар, мағыналы, яғни оның дұрыс қоя білуі сіздің өміріңізге тікелей әсер ететінін жақсы түсіну керек. Және мақсатымыз өмірімізге сондай үлкен бір әсерін беретін болса, онда мақсатты дұрыс және айқын қою ол ең алғы шарттардың бірі болып табылады. Мақсаттың көптігінен бағыт-бағдарын жоғалтып алған адаммен мүлдем мақсаты жоқ адамның мәселесі бір деңгейде. Себебі қазіргі таңда, яғни мақсаты көптігінен ғана емес, мақсаты мүлдем жоқ адамдар да кездесуде. Не себепті? Себебі мақсат деген ол біздің өмірімізді қолға алып, оған жауапты болу, яғни жауапкершілік қасиеті болуында. Ал кейбір адамдар жоқ, болашағым маған бәрібір, бүгінгі күнмен өмір сүруім керек, ертеңгі күн көре жатармыз не болады деген секілді тек қана осы сәтпен өмір сүру. Әрине, бұл белгілі бір дәрежеде өте пайдалы және ең бір керекті қасиеттердің бірі де. Дегенмен де мақсаты жоқ адам, ертеңге болашағына деген кепіл бола алмаған адамның өзінің де өмір жолында қандай да бір мәселелерге, қиындыққа алып келетіні ол онсыз да анық. Сол себепті де мақсатты тек қана дұрыс қойып, оны айқындау қаншалықты маңызды екенін түсінсек, бұл бір үлкен қадамдардың бірі болып табылады. Одан басқа оны қойып қана қоймай, оған жетудің қадамдарын білгенде абзал. Және бұл курста біз сіздерге осыған қатысты көптеген пайдалы ақпараттар береміз. Ондай болса, мен сіздерді ең алғашқы бірінші сабақта көріскенше күтетін боламын.